Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін мен жасағаным 6 қиықты бөрік, құндыз бөрік. Мен енді бөріктің қалай жасалынатынын басқа видеоларымда көрсеткенмін. Сондықтан бұл видеомда 6 қиықты бөріктің үстін әшекейлеу. Үстіне бұндай бөріктерді кезінде Роза Бағланова апамызға тіккенмін. Бірақ үкісін биік қылып, тарам-тарам қылып, 7-9 тарам қылып үкілерін биік қылып жасағанмын. Енді мына жерде мен музейге өзімнің көрмеме арнап жасадым. Бұл жерде мен түбінен қылып шығардым үкіні. Үкіні сосын қалай жасау керек екенін және көрсетемін. Біріншіден, әр қиыққа тікпей тұрып, әр қиыққа мынандай тамбурный вышивка дейді, сондайды жасатып алдым. Ескезін өзім салып, со бойынша кестелетіп тігіп алдым тамбурмен. Қазір бәрі машинкамен тігіледі. Міне соны қосып болғаннан кейін, бір-біріне қосып тіккеннен кейін, бисермен, моншақпен, тастармен өстіп көмкеріп шығамыз. Бұл енді оңайрақ, ең оңай жолы. Бисердің енді бұрын кішкене жас кезімде көп тігетінмін. Бисерлетіп, стекляроспен ол жұмыстарым сақталған, бірақ осындай видео қылып жасамаппын. Мынау енді қазір YouTube канал ашқаннан кейін барып, өстіп, ақырын түсіріп көріп жүрмін. Атак бисерлеп тіккен кезде көбінде уақыт болмайды, ондайларды көп түсірмеппін. Қазір енді осы видеоның аяқ жағында жасалған бұйымдарымды, бас киімдерімді көрсетемін. Міне өстіп, тіккенім осылай болып шықты. Аса көп, қатты көп жалтыратып жасаған жоқпын, өйткені менде етна шапка болу керек болды. Сол мына 6 қиықты бөрігімізге қаптаған кезде де қырына келтіру керек. Төбесін енемен ұстатып қойдық центрін. Сол бойынша қырына келтіріп, кигіземіз. Сосын кейін барып, жаңағы мехін, құндызымызды қолмен бір-біріне біріктіріп тіктім. Өйткені құндыздың 3 қиықтан тұрады. Құндыз өте қымбат. Оны мен бұл неде көрсете алмадым. Өйткені бұл құндызды маған Светлана Рахымбергенова деген апамыз, сен осы бірдеңке қылып, бірдеңке шығарасың әйтеуір деп, босқа қалмасын деп берген. Содан 3 қиықтан мен бір үлкен кәдімгі бөрік шығардым. Сол құндыздарды бір-біріне біріктіріп, келістіріп. Енді мына үкілерге келсек, жаңағы базардан алған үкілер енді өтірік жасай салады. Солардың бәрін қайтадан шығарып, келістіріп, жаңағы сым темірін өз сым темірге орауға болмайды. Оның бастарын бетіп қайыру керек, чтобы кейін үкіміз шығып кетпес үшін. Соны қайырып, одан кейін оның сыртын пыва клеймен, мақтамен орап тастаймыз. Өйткені олай істемесеңіз, жаңағы өкілеріміз бәрі босап шығып кетеді. Бізге ұзаққа керек болса, сондықтан осылай барлық өкіні өстіп орап шығу керек. Орап шығып болғаннан кейін барып, сол темірімізге, оралған темірімізге жаңа өкілерді орнатамыз. Орнатамыз болғанда клей жағып, оны жақсылап жіппен орап тастаймыз. Әр қауырсынды орап отыру керек.
сол кезде бізде үкіміз әдемі, кейін бұзылмайтын болады, су қалпы тұрады. Міне үкімізді осылай біріктіріп, әдемілеп орап біткеннен кейін жаңағы стаканчигіне орнатып, стаканчиктің сыртын тоже өрнектеуге болады. Әдемілеп өрнектеп, жаңағы бусымен, сыртынан бисермен қаптап, әдемілеп тігуге тіктім мына жерде. Өздеріңіз көрсеңіздер, міне көрініп тұр. Үкіні алмалы салмалы қылып жасауға болады. Менде бұл жерде бәрі алынып салынатын. Бір үкі емес мына жерде 5 үкіні қостым. Бұны бүйтіп ашса, үлкен үкі болып жайылып тұрады. Міне енді менің видеомды қарап отырсаңыздар, алдыңғы видеоларда тағы да және де көрсеткенмін үкілерді қалай жасалынатын. Тағы да мынау енді өзім тағы бір рет еске түсіріп, мына видеом босқа жоғалып кетпесін деп сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне өздеріңіз осылай бөрік жасап алсаңыздар болады. Менің каналыма жазылып көріп отырғандарыңызға рахмет.